Жансұлу Дарханбаеваның ісі жөнінен біз міне осы азаматтар жаңа облыстық бас прокуратураға кіріп шықтық, сұрақ қойдық, жауаптарын естідік. Ертеңгі 18 күні болатын апелляциялық сотының барысымен қалай шешім қабылданатынынан қызығушылық таныттық. Сонда жігіттер теріс емес, әжептәуір жақсы жауап қайтарды. Сол 18 күні болатын жағдайға апелляциялық сотқа бәріміз қатысамыз. Бүкіл қазақ елі көтеріліп жатыр. Бір кішкентай ғана ананың, қазақ ананың ішіндегі сәбиінің болашағын, тағдырын ойланбай осындай қатаң үкім шығарғанына біз наразымыз. Ол статья жөнінен көрсетті. 174-ші баптың жай айыппұлынан құтылуға да болады екен. Сол неге салынбады, неге жеңілдік қарастырылмады? Аяғы ауыр ана президенттің әділетті Қазақстан деген саясатына қарсы президенттің абыройын, авторитетін түсіретін іс-шара деп ойлаймыз. Жансұлу Дарханбаеваға тек қана бостандық тілейміз. Бостандық берілсін.